Бесқарағай жеріне ырыстары бақ қонған, тірлігімен бірлігі жарасқан көпұлтты халықтың құт мекені, ынтымақтықтың отаны. Семей таңы газетінің көшпелі редакциясы Бесқарағай ауданына барып, ауданның тыныс-тіршілігімен атқарылып жатқан жобаларымен танысып қайтты. Ауыл көркі тазалық демекші ауданға аяқ басқан сәттен бастап тазалығы ерекше көзге түсті. Әлеуметтік нысандар бой көтеріп, инфрақұрылымдық жобалар, абаттандыру жұмыстары сәтті жүзеге асырылып жатқанына куә болдық. Семей қаласынан шыққан көшпелі редакциямыз алдымен аудан орталығынан 90 шақырым қашықтықта орналасқан Глуховка ауылдық округіне табан тіреді. Қазіргі таңда Глуховка ауылдық округінде 2051 адам тұрып жатыр. Округ экономикасы ауыл шаруашылығына негізделген, егін және мал шаруашылығы қатар дамыған. 90 шаруа қожалығы, 4 жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 48 жеке кәсіпкер тіркелген. Оның ішінде ең ірі дегеніміз міне КХ Тоқашев деген бар. Ол кісі үлкен ауыл шаруашылығын осы басты жүргізіп отырған, сүт сауумен айналысады, мал шаруашылығы бойынша. Одан кейін КХ Калихов деген бар. Олар да сүт бағытында жаңа Галаштинский порода дейміз ғой, сондай сиырларды әкеліп отыр. Биыл да міне инвестиция арқылы тағы да малдар әкеліп отыр. Енді жоспарлары жақсы. Одан басқа осы міне қазір келіп тұрғанымыз КХ Косяков, Стелла. Бұлар міне өздеріңіз көріп отырғандай, міне осы егістік алқабында картоп өнімдері ең басты егетіндері. Одан кейін ұсақ түйек, жаңағы қырыққабат дейміз, қызылша егет. Бұл хозяйствоның шаруа қожалығында 15 шақты тұрақты адам жұмыс істейді. Енді мерзімді дейміз ғой, сезонный работа кезінде 30-40 адамға дейін барады. Біз Глуховка ауылында орналасқан бұл шаруашылықта болып жұмысымен таныстық. 1995 жылдан бері аудан тұрғындарын көкөніспен қамтып отырған қожалық облыс тұрғындарына да өз өнімдерін ұсынып жүр. Басты бағытымыз картоп өсіру. Биыл 56 гектарға жуық картоп, 22 гектар сәбіз, қызылша және өзге де көкөніс түрлерін ектік. Жалпы 251 гектар жер аумағымыз болса, соның 78 гектарына егін салып, көкөніс өсіріп отырмыз. Сыйымдылығы 1000 тонна болатын көкөніс қоймамыз бар. Егінімізді күтіп баптап, күзде өнімімізді жинап алуға мүмкіндік беретін ауыл шаруашылығы техникаларымыз бар. Оның ішінде 2023 жылы мемлекеттік субсидиямен 37 миллион теңгеге сәбіз жинайтын комбайн мен сабақ жұлғыш машина, 12 миллион теңгеге МТЗ-82 тракторын сатып алдық. Жер анадан ырысын алып жүрген шаруашылық көктемгі дала жұмыстарын жүргізіп жатыр. Диқандар мол өнім алу мақсатында қызу жұмыс жүргізуде. Шаруа қожалығының еңбегіне табыс тілеп, аудан орталығына жол тарттық. Бесқарағай ауылына кіре берсе, қаз-қатар тізілген жаңа үйлер көз тартпай қоймады. Құрылысы жүріп жатқан мектеп республикалық маңыздағы Омбы Майғапшағай жолының бойынан мойындалап тұр. Аудан әкімдігіне жеткенге дейін бірнеше көшені басып өттік. Көше жолдары тақтайдай тегіс жарықтандырылған. Аудан әкімі Талғат Мұратовтың қабылдауында болғанымызда өңірді дамыту мақсатында ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатқанынан хабардар болдық. Былтыр 45 жоба жүзеге асырылса, биыл 56 жоба қолға алынып іске асырыла бастапты. Биыл Қарамырза ауылына кіреберіс жол Бесқарағай және Қарағайлы ауылдарындағы көшелер жөнделмек. Сондай-ақ 11 ауылда денсаулық сақтау нысандары бой көтеріледі. 4 ауылда су құбыры желілері тартылып жатыр. Бұл жобалар жазда аяқталады деп күтіледі. Сонымен қатар аудан орталығында 300 орындық мектептің демалыс саябағының құрылысы жүріп жатыр. Қарағай ауылында 2024 жылы жайлы мектеп бойынша құрылыс басталды. Құрылыс мектеп 300 орынға арналған қазақ мектебі болады. Мердігерлер бізде бүгін таңда осы құрылыспен айналысып жатқан ТО құрылыс фирмасы болады саналады. Мердігер мекеме құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қыс мезгілінде де ауа райының қолайсыздығына қарамастан құрылыс қарқынын бәсеңдетпеген. Соның нәтижесінде бүгінде білім ошағының қабырғалары біршама көтерілген. Мердігер мекеме өкілдерінің айтуынша құрылыс материалдардың сапасы талапқа сай, отандық өнімдер қолданылуда. Октябрьде басталды. Содан бері жұмыс істеп жатырмыз. Енді Семейден жұмысшылар әкеліп жатырмыз.
65 жұмысшы Семейден келіп отыр. Осы местный 30 жұмысшы бар. 6 кранымыз бар, 2 погрузчигіміз бар, 8 КАМАЗымыз бар. Бұйыртса біз енді қаржы шешілсе осы сентябрьде де өткізіп кетуіміз мүмкін. Құрылыстың сәтті аяқталуы жұмысшыларға да байланысты. Осында кладчик болып істейміз. Міне бүгін мектеп салып отырмыз. Мектебіміз жақсы жүріп отыр, жалақымыз орынша, тамақ бәрі условия жақсы. Бұйырса уақытында бітіруге тырысамыз. Мектеп құрылысымен танысқан соң алдағы уақытта пайдалануға берілетін орталық алаңға бардық. Бұл жолы Бесқарағайдың жандана түскеніне көз жеткіздік. Абаттандыру жұмыстары да жүйелі жүзеге асырылуда. Өткен жылы бірнеше архитектуралық нысан орнатылып, саябақтар ашылса, биыл орталық алаңның құрылысы аяқталмақ. Бұрын Бесқарағай ауылдың өзінде орталық алаң болған жоқ. Енді жалпы біз өзіміз жерлестеріміз көмегімен президент Қасым-Жомарт Кемелович Тоқаевтың жарлығына сәйкес біз міне осындай орталық алаң бұйырса болады. Жұмыстар басталды, мердігер анықталды. Енді мен бұлай ойлаймын, келешекте өзі жақсы бір халқымыз демалатын бір орын болады деп ойым. Ауыл ел бесігі бағдарламасы Бесқарағай ауданында да жүйелі түрде жүзеге асырылып жатыр. Инфрақұрылымды дамыту есебінен ауыл тұрғындарының жағдайын жақсартуды мақсат еткен бағдарлама аясында жолдар жөнделіп, көшелер жарықтандырылып, денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, спорт нысандарының құрылысы басталған. Бағдарлама аясында 12 жобаны жүзеге асыру үшін 676 миллион теңге бөлініпті. Сол жобалардың бірі аудан орталығында салынатын жүзу бассейні. Ұзақ жылдар бойы Бесқарағайлықтардың арманына айналған бассейннің биыл құрылысы басталды. Осы биылғы жылда бір құрылыс болып жатыр бізде, бассейн салып жатыр. Осы біздің облыс спорт басқармасына көп рахмет айтқым келеді. Бұл тұңғыш рет салып жатқан бассейн осы біздің Бесқарағай ауданымызға спортқа негізі балаларға көп қуанышты әкеледі деп ойлаймын. Бір 10 күндегі басталды. Golden City деген компания енді осы биылғы жылда жаңа жылға таман тапсырады деп ойлаймыз. Баспанаға мұқтаж жандарды тұрғын үймен қамту өзекті мәселе. Соңғы жылдары Бесқарағай өңірінде тұрғын үй құрылысы қарқынды жүргізілуде. Былтыр облыстық бюджеттен 860 миллион теңге бөлініп, 35 пәтерлі тұрғын үй мемлекет меншігіне сатып алынған болатын. Аудан орталығы ғана емес, Беген, Ерназар ауылдарында салынған үйлер 70 отбасының бақ мекеніне айналды. По программе президента Касым-Жомарта Кемеловича Токаева и по инициативе Акима района мы получили квартиру в прошлом году. Вот проживаем по сей день. Квартира очень просторная, светлая, вот, для детей очень хорошо. Вот, играется, что просторно. 2013 жылы шаңырақ көтерген Қанағат Ажығожи мен Әлия Қабылбекқызы бүгінде 3 жыл бір қыз балаға әлемнің жарығын сыйлаған. Балаларының алды 4-ші сынып оқушысы болса, кенжелері 2 жаста. Отағасы мал шаруашылығымен айналса, отанасы Бесқарағай аудандық 16 орталығында жұмыс істейді. Аудан орталығындағы әсем ғимараттардың бірі күмбезі алыстан көз тартып, жүрекке нұр сыйлаған ақ мешіт. Зәулім мешітке кіріп, біз де Құран бағыштадық. Құрылысы дизайны тұрғысынан облыс орталығындағы үлкен мешіттерден еш кем салынбаған мешіт әсемдігі көз тартады. Мұнда бір уақытта 200 адам намаз оқи алады. Мешітіміз Бесқарағай ауданымыздың азаматы кәсіпкер Қайрат Тименов азаматымыз берді. Осы Бесқарағай ауданымыздың мұсылмандарына, жамағатына былтыр 2023 ауданымыздың мерейтойы болды. Соғандарына туған жерге ретінде осы үлкен мешітіміз салынып отыр. Енді ішінде үлкен залы және әйелдер намаз оқитын орны, барлық қажеті осы сырттағы жұмыстармен барлық толықтай дайындап беріп отыр. Облыс көлемінде аудан абыройын асқақтатып жүрген мекемелердің бірі Бесқарағай колледжі. Білім ордасында 7 мамандық бойынша 10 біліктілік оқытылады. Соңғы бір жылда колледжге Медет Кәдірбаев басшылық етуде. Осы уақыт аралығында колледж студенттері кәсіби конкурстар мен чемпионаттардан жүлделі орындар иеленіп, жақсы көрсеткіштер көрсетіп жүр. Бұл орайда колледждің материалдық техникалық базасын нығайтудың маңызы зор. Жуырда ландшафтық дизайн оқу өндірістік зертханасы мен жылыжай ашылған. Жылыжайда өсірілген жемістер мен
гүлдерді тұрғындарға саудалап түскен түсім білім ордасының бюджетін толықтырып жатыр. Орманшылар, соны биология сабағы өтетін, міне дендрология, әртүрлі сабақ пәндер өтетін мынау оқу өндірістік зертхана жылыжай бүгінгі күні ашылды. Осы өткен айда толық открытиясын жасап, бүгінгі күні өздеріңіз көріп тұрғандар қияр, гүлдер, әртүрлі зелень дейміз, соларды ектік. Осы студенттердің күшімен осыны қарап жатырмыз. Одан шыққан өнім түсімді сатып, жаңағы өзінің колледждің счетына құйып жатырмыз. Биылдан бастап колледждағы мамандықтар ветеринария және есепші мамандықтарымен толықпақ. Биылғы жылы ауданның сұранысына байланысты, жалпы кадр тапшылығына байланысты бухгалтер экономист мамандығын ашқалы жатырмыз. Сонымен қатар ауданда ауыл шаруашылығы өте дамып келе жатыр. Сол себепті ветеринарияда қазір шаруашылықтарымыздан ұсыныс түсіп жатыр. Сол вет мамандығын ашып жатырмыз. Оны қазір материалдық техникалық базасын көрсетеміз. Колледждағы тағы бір жаңалық ресторан қызметі бойынша өндірістік зертхананың жабдықталуы. Колледж ішінен бір кабинет мейрамхана үлгісінде жабдықталып, мұнда студенттер ас дайындаудан бастап дастархан жаюды, оны сәндеуді, қонаққа қызмет көрсетуді үйренеді. Бұл да оқу өндірістік зертхана. Бұл жерде студенттеріміз ресторан қызметі бойынша практикадан өтеді. Зертханалық тәжірибелік жұмыстарын көрсетеді. Бізде бармен, бариста, официант мамандықтарын оқытамыз. Сол балаларға практикасы тиісті деңгейде өту үшін осы ресторан кабинетін жасап бердік. Осы жерде балалар тиісті дәрежеде практикаларын өтеді. Жуырда бірінші курс студенті облыстық чемпионатқа жүлделі орын алыпты. Биыл облыстық WorldSkills бойынша ресторанный сервистен біздің студент сол 3-ші орынды иеленді. Бұл студент біріншіден бірінші курстың баласы, практика көрмеген болатын, бірақ сонымен өзі түстен кейінгі уақытта жаңағы ынтасына қарай біз түстен кейінгі уақыт оған уақыт беріп, тиісті жағдайды жасап, соған дайындадық. Сол бірінші курстың баласы, тәжірибе көрмеген бала облыстық чемпионаттан 3-ші орынды алды. Енді бұл бала келешекте 2-3 курста деген өз мамандығына оқиды ғой. Сол кезде бұл уже жаңағы біздің облыстық чемпионатын ұтып, мүмкін республиканың, облыстың атынан республикада намысын қорғайтын болады. Осылайша Қарағайлы өлкедегі қарқынды істерді көріп, көңіліміз толып, марқайып қайттық. Жүзеге асырылып жатқан жобалардан бөлек сүт тауарлы фирмасын ашып, бірнеше ауылда клуб, спорт модулін салуда, медициналық мекемелердің материалдық техникалық базасын жақсартуды жоспарлап отырған аудан әкімі Талғат Мұратовтың сөздің емес, істің адам екенін аңғардық. Барлық бастамаларына сәттілік тіледік. Осы сапарымызға қолдау көрсеткен аудан әкімі Талғат Патырұлына алғысымызды білдіреміз. Әйгерім Сәрсенғалиқызы, Жасұлан Серікжанұлы, Сымбат Қайратқызы. Арнайы Семей таңы YouTube арнасы үшін. Бес қарағай менің жерім.